Аян үшін өмірдің мәні соңғы 2 жылда толық өзгерген еді. Бұрын ол бәрін жалғыз өзі істейтін, адамдарға аса сенбейтін, өмірді тек күрес деп қабылдайтын. Ал қазір бәрі басқаша. Себебі оның жанында Алия бар. Алия оның өміріне кездейсоқ кіргендей болғанымен, бірте-бірте ең маңызды адамға айналды. Ол Аянның тыныштығы еді. Оның дауысы шу басылғандағы үнсіздік сияқты, ал күлкісі ең қиын күндердің өзінде үміт сыйлайтын жарық секілді. Таңертең олар бірге оянатын. Аян кейде ерте тұрып, ас үйге барып кофе дайындайтын. Алия әрдайым оның артынан келіп иығына басын қоятын. Сен тағы да ерте тұрдың ба? Деп күлімсірейтін ол. Саған кофе дайындау үшін тұруға тұрарлық деп жауап беретін Аян. Бұл қарапайым сәттер еді. Бірақ дәл осы сәттер Аян үшін бүкіл әлемнен қымбат болатын. Кешке қарай олар ұзақ серуендейтін. Қаланың шамдары жанып, адамдардың дауысы алыстан естіліп тұрған кезде олар өз әлемдерінде ғана болатын. Аян оның қолын ұстап, болашақ туралы сөйлесетін. Бір күні біз теңіздің жанында тұрамыз дейтін ол. Ал сен таңертең терезені ашып, толқындардың дыбысын тыңдайсың. Алия үндемей тыңдайтын. Күлімсірейтін, бірақ кейде оның көзінде түсініксіз бір мұң жылт етіп өтетін. Аян оны байқаса да мән бермейтін. Себебі ол өз бақытына күмән келтіргісі келмейтін. Бірақ шындық әрқашан үнсіз келмейді. Сол күнде әдеттегідей басталды. Бірақ аяқталуы мүлде басқаша болды. Алия душқа кірген кезде Аян бөлмеде жалғыз қалды. Ол жай ғана кітап іздеп жүрген. Бірақ көзі үстел үстінде жатқан ескі қоңыр түсті дәптерге түсті. Бұл дәптерді ол бұрын көрмеген. Ол жай ғана қарап өтпек болды. Бірақ бір нәрсе оны тоқтатты. Ішкі бір сезім, түсініксіз, мазасыз. Қарама деді санасы. Аш деді жүрегі. Бірнеше секундқа созылған үнсіз күрес. Сосын ол дәптерді қолына алды. Жай ғана бір көз жүгіртіп шығамын деп ойлады. Бірінші бет ашылды. Таза, ұқыпты жазу. Бұл Алияның қолжазбасы екені бірден білінді. Алғашқы беттерінде күнделікті ойлар жазылған. Қарапайым нәрселер. Күн қалай өткені, не сезінгені, қандай армандары бар екені. Аян тыныштала бастады. Жай ғана күнделік екен ғой. Бірақ ол дәптерді жаба алмады. Бір беттен кейін екінші бетке өтті. Сосын тағы біреуіне. Уақыт қалай өткенін өзі де байқамады. Әр жол сайын ол Алияны жаңа қырынан тани бастады. Оның ішкі әлемі, оның ойлары, оның қорқыныштары. Бірақ бір нәрсе ерекше еді. Кей жазбаларда Аян туралы мүлде айтылмайтын. Тіпті ол жоқ сияқты. Бұл аздап оғаш көрінді. Бірақ ол тағы да мән бермеді. Соңғы бетке жеткенде ғана бәр өзгерді. Сол бетте бар болғаны бір ғана сөйлем жазылған. Қысқа, суық, түсініксіз. Мен оны ешқашан сүйген емеспін. Аян бірден түсінбей қалды. Ол сөйлемге қайта қарады. Тағы да. Жүрегі қатты соға бастады. Қолы дірілдеп кетті. Бұл әзіл ме? Жоқ. Бұл оның жазуы. Бұл оның ойы. Бұл шындық. Бір сәтте бүкіл естеліктер, барлық күлкі, барлық мен сені сүйемін деген сөздер бәрі мағынасын жоғалтқандай болды. Аян орындыққа жайлап отырды. Көзін дәптерден ала алмады. Бір ғана сөйлем оның бүкіл өмірін екіге бөліп жібергендей болды. Бұрын және қазір. Сол сәтте душтағы судың дыбысы тоқтады. Алия шығуға жақын. Аян тез дәптерді жауып, орнына қойды. Бірақ енді ештеңе бұрынғыдай емес еді. Ол өзін ұстап тұруға тырысты. Бірақ ішіндегі дауыс тоқтамады. Егер ол сені сүймесе, онда не үшін жанында жүр? Бөлме іші кенет тарылып кеткендей болды. Ауа жетпей қалғандай. Ал есік ақырын ашылды. Алия шықты. Шашы дымқыл. Жүзінде әдеттегі жылы күлкі. Не істеп отырсың? Деді ол жай ғана. Аян оған қарады. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай қарай алмады. Көзінің алдында енді тек бір ғана сөйлем тұрды. Мен оны ешқашан сүйген емеспін.
Сол кештен кейін бәрі өзгергендей болды, бірақ сырт көзге ештеңе өзгермеген сияқты. Алия бұрынғыдай күлімсірейді. Бұрынғыдай сөйлейді. Тіпті бұрынғыдан да мейірімді көрінетіндей. Бірақ Аян үшін оның әрбір қимылы енді күмән тудыра бастады. Ол енді тек көрмейді, ол тексереді. Әр сөздің астарынан мән іздейді. Әр көзқарастан жасырын шындықты табуға тырысады. Келесі күні таңертең бәрі әдеттегідей басталды. Asi кофе иісі. Терезеден түскен жұмсақ жарық. Аян тағы да ерте тұрған. Бірақ бұл жолы ол кофе дайындап жатқан жоқ еді. Ол жай ғана тұр ойға батып. Алия бөлмеден шықты. Ұйқылы ояу күйде. Қайырлы таң деді ол жай ғана. Аян басын изеді. Дауысы шықпады. Алия бірден бірдеңені сезді. Бірдеңе болды ма? Жоқ деді Аян қысқа ғана. Бірақ бұл жоқ бұрынғыдай емес еді. Бұл бос сөз. Олар дастархан басына отырды. Әдетте бұл уақытта олар сөйлесетін. Күлетін, бір-біріне жоспарларын айтатын. Ал бүгін тек үнсіздік. Қасықтың тостағанға тиген дыбысы ғана естіледі. Алия шыдай алмады. Аян, не болып жатыр? Сен өзгеріп кеттің? Аян оған қарады. Бір сәтке бәрін айтып салғысы келді. Күнделік сол сөйлем. Ішіндегі ауыр сезім. Бірақ ол тоқтады. Ештеңе жоқ дедім ғой. Алия көзін тайдырмады. Сен маған өтірік айтып тұрсың. Бұл сөз тура жүрегіне тиді. Өтірік. Кім өтірік айтып жүр? Ол ма? Әлде? Күн бойы Аян өзін ұстай алмады. Ол өткен сәттерді қайта-қайта есіне түсіре берді. Алғаш кездескендері. Алияның алғашқы мен сені жақсы көремін деген сөзі. Оның көзқарасы. Қолының жылуы. Бәрі шынайы сияқты еді. Бірақ енді. Мүмкін бұл тек үрей болған шығар. Осы ой оны жеп бара жатты. Кешке қарай олар тағы да бірге серуендеуге шықты. Бұл олардың дәстүрі болатын. Бірақ бүгінгі серуен басқа. Аян оның жанында келе жатыр, бірақ өзін бөтен адамдай сезінеді. Ол бір сәт тоқтады. Алия. Иә. Аян терең дем алды. Сен мені жақсы көресің бе? Бұл сұрақ ауада қатып қалғандай болды. Алия бірден жауап бермеді. Секундтар өтті. Бірақ Аян үшін бұл мәңгілік сияқты сезілді. Сосын ол күлімсіреп. Әрине, деді. Қарапайым жауап. Қарапайым сөз. Бірақ Аян сенбеді. Бірінші рет. Ол оның көзіне қарады. Сол көздерге ол бұрын сенетін. Бірақ бүгін ол жерде бірдеңе жетіспейтіндей. Шынайылық па? Жылу ма? Әлде махаббат па? Сол түні Аян ұйықтай алмады. Алия жанында тыныш ұйықтап жатыр. Ал ол төбеге қарап жатыр. Ойлар тоқтамайды. Ақыры ол қайтадан орнынан тұрды. Жайлап. Дыбыс шығармай. Үстелге жақындады. Дәптер әлі сол жерде. Ол тағы да ашты. Бұл жолы ол соңғы беттен емес, ортасынан бастады. Жазбаларды мұқият оқи бастады. Және бір нәрсені байқады. Кейбір беттер жыртылған. Әдейі біреулерді жасыру үшін. Жүрегі тағы да қатты соға бастады. Ол әрі қарай оқыды. Сосын тағы бір сөйлемді көрді. Бұл жолы ұзындау және одан да қорқынышты. Егер ол шындықты білсе, бәрі бітеді. Аянның тынысы тарылды. Қандай шындық? Нені жасырып жүр? Ол дәптерді жайлап жапты. Бірақ бұл жолы ол тоқтамайды. Ішіндегі күмән енді жай ғана сезім емес. Бұл жауап талап ететін сұрақ. Ал сұрақтың жауабы қауіпті болуы мүмкін. Артынан дауысы естілді. Сен не істеп жүрсің? Аян қатып қалды. Бұл Алияның дауысы. Ол оянып кеткен. Және ол бәрін көріп тұр. Аян орнында қатып қалды. Қолындағы дәптер ауырлап кеткендей. Артында тұрған Алияның көзқарасын сезіп тұр, үнсіз, бірақ өткір. Бөлмеде бірнеше секундқа созылған тыныштық орнады. Бірақ бұл тыныштық дауыл алдындағы сәт сияқты еді.
Сен оны оқыдың ба? Деді Алия ақырын ғана. Аян баяу бұрылды. Олардың көздері түйісті. Бұрын бұл көзқараста жылы болатын. Сенім болатын. Ал қазір тек сұрақ. Иә, деді Аян, дауысы суық шықты. Оқыдым. Алия көзін төмен түсірді. Бұл жауап ет. Мен оны ешқашан сүйген емеспін деп қайталады Аян баяу. Бұл не деген сөз? Алия үндемеді. Айт, деді ол, бұл жолы қаттырақ. Алия бір қадам артқа шегінді. Бұл бәрі сен ойлағандай емес. Онда қалай? Аянның даусы көтерілді. Мен 2 жыл бойы өтіріктің ішінде өмір сүрдім бе? Жоқ, деді Алия бірден. Бұл өтірік емес. Онда не? Рөл ме? Міндет пе? Бұл сөз дәл тиді. Алия көзін жұмды. Бір тамшы жас сырғып түсті. Сол сәтте Аян бәрін түсінгісі келді, бірақ сонымен бірге шындықтан қорықты. Ұзақ үнсіздіктен кейін Алия ақыры сөйледі. Сен бәрін есіңе түсірмейсің. Аян қабағын түйді. Нені? Өткеніңді. Бұл сөз ауада ауыр ілініп қалды. Менің өткенімде не бар? Деді Аян баяу. Алия терең дем алды. Бірнеше жыл бұрын сен қауіпті адамдармен байланысқа түстің. Аянның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бұл мүмкін емес. Мүмкін, деді Алия жай ғана. Сен сол кезде басқа адам болдың. Қатал, ашуы тез. Ақшаның артынан қуған. Аян басын шайқады. Жоқ, мен ондай болған емеспін. Болдың, деді Алия оның көзіне тура қарап. Бірақ сен өзгердің. Қалай? Алия жауап бермеді. Бұл үнсіздік бәрінен ауыр болды. Қалай? Деп қайталады Аян. Сосын Алия ақырын ғана айтты. Себебі сен бәрін ұмыттың. Бөлме айналып кеткендей болды. Не? Сенің өміріне қауіп төнді. Өте үлкен қауіп. Сол адамдар сені жоюға дайын болды. Аян тыныс алмай қалды. Сондықтан, деді Алия даусы дірілдеп, бір шешім қабылданды. Қандай шешім? Алия көзін жұмды. Сенің есің өшірілді. Бұл сөз бәрін талқандады. Аян артқа шегінді. Жоқ, бұл мүмкін емес. Бұл шындық, деді Алия. Ал сен ше? Деді Аян сыбырлап. Сен бұл жерде қайдан пайда болдың? Алия үнсіз қалды. Бірақ бұл жолы Аян өзі түсіне бастады. Сен сол адамдармен байланыстысың ба? Алия жай ғана басын изеді. Иә. Аянның ішіне бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Демек сен маған басынан бастап өтірік айттың. Жоқ, деді Алия қаттырақ. Мен сені қорғадым. Қорғадың ба? Аян күліп жіберді, бірақ бұл күлкіде ауырлық бар еді. Өтірікпен бе? Басқа жол жоқ еді. Алияның даусы алғаш рет сынып шықты. Мен сені бақылау үшін келдім. Сенің әр қадамыңды қадағалау үшін. Олар сенің қайтадан есіңе түсірмеуіңді қалады. Ал сен? Алия үнсіз қалды. Бұл үнсіздік ең шынайы жауап еді. Аян баяу отырып қалды. Барлығы орнына келе бастағандай. Барлық пазл жиналып жатқандай. Демек, деді ол баяу, сен менің жанымда болғаның махаббат емес. Алия көз жасын сүртті. Басында иә. Бұл сөз Аянды түбіне дейін қиратты. Бірақ Алия жалғастырды. Бірақ кейін бәрі өзгерді. Аян оған қарамады. Кеш, деді ол жай ғана. Жоқ, тыңда, деді Алия жақындап. Мен сені таныған сайын сенің қандай адам болғаныңды емес, қандай адам болғаныңды көрдім. Жетет, деді Аян суық дауыспен. Бөлмеде тағы да үнсіздік орнады. Бірақ бұл жолы бәрі анық еді. Егер мен шындықты білсем бәрі бітет деп жазыпсың, деді Аян ақырын ғана. Алия көзін төмен түсірді. Иә. Міне, деді Аян, бітті. Алия бір қадам алға басты. Жоқ, әлі емес. Бірақ Аян орнынан тұрып терезеге қарай бұрылды. Сыртта қала шамдары жанып тұр. Бәрі бұрынғыдай.
Тек оның өмірі ғана өзгерген. Ең қорқыныштысы не екенін білесің бе? Деді ол. Алия үндемеді. Мен енді қайсысы шын болғанын білмеймін. Бұл сөзден кейін бәрі тоқтап қалғандай болды. Бөлмеде ауыр үнсіздік орнап тұрды. Аян терезе алдында тұр. Қала шамдары жанып тұр. Адамдар өз өмірімен жүріп жатыр, бәрі бұрынғыдай. Тек оның ішіндегі әлем ғана қирап кеткен. Алия артында тұр. Бір қадам жақындауға қорқады. Бір сөз айтуға батпайды. Себебі ол біледі, енді кез келген сөз бәрін одан сайын ауырлатады. Мен бір нәрсені түсіндім, деді Аян ақырын ғана. Дауысы сабырлы, тым сабырлы. Алия жүрегі қысылып кетті. Сен менің өміріме кездейсоқ келмедің. Иә, деді ол жай ғана. Сен бәрін біліп келдің. Менің кім болғанымды, не істегенімді, қандай қауіп бар екенін. Иә, ал мен ештеңе білмедім. Бұл сөздің салмағы ауыр еді. Алия көзін төмен түсірді. Мен таңдамадым, деді ол сыбырлап. Маған солай бұйырылды. Аян басын изеді. Бірақ сен қалдың. Алия үндемеді. Неге? Бұл сұрақ бәрінен маңызды еді. Алия ұзақ үнсіз тұрды. Көзінен жас ағып кетті. Басында бұл жай ғана жұмыс еді. Аян көзін жұмды. Ол бұл сөзді күтті. Бірақ бәрібір ауыр тиді. Мен сені бақылауым керек болды. Сенің ештеңені есіңе түсірмеуіңді қадағалауым керек болды. Егер бірдеңе өзгерсе мен хабар беруім керек еді. Яғни сен әрқашан дайын болдың мені сатып кетуге. Алия басын шайқады. Жоқ, уақыт өте келе бәрі өзгерді. Аян үнсіз тыңдап тұр. Сен мен ойлаған адам емес едің. Сен мейірімді болдың. Шынайы болдың. Сен өткеніңдегі адамға мүлде ұқсамадың. Ол жақындай түсті. Мен алғаш рет өз тапсырмамды ұмыта бастадым. Мен алғаш рет өзім үшін өмір сүргім келді. Аян баяу бұрылды. Олардың көздері түйісті. Бұл жолы ешқандай өтірік жоқ. Тек шындық. Сол күнделік, деді Аян, мен оны ешқашан сүйген емеспін. Алия көзін жұмды. Бұл бұрын жазылған. Қашан? Мен сені енді ғана танып жүргенде. Аян үнсіз қалды. Сол кезде мен өзімді сендіруге тырыстым, деді Алия. Бұл жай ғана жұмыс екен. Сезімнің жоқ екенін. Ал қазір ше? Бұл сұрақ бәрін шешетін. Алияның даусы дірілдеді. Қазір мен өзімді алдай алмаймын. Бір тамшы жас қайтадан сырғып түсті. Мен сені сүйемін. Бұл сөз ауада ілініп қалды. Бұрын бұл сөз Аян үшін бәрі еді. Ал қазір ол кеше естілді. Аян көзін төмен түсірді. Ішінде бірдеңе қозғалды. Сезім бар. Бірақ оның үстінде күмән тұр. Сенім сынған. Ал сенімсіз махаббат өмір сүре алмайды. Неге ертерек айтпадың? Деді ол жай ғана. Мен қорықтым. Неден? Сені жоғалтудан. Аян ашы жымиып қойды. Ақыры солай болды ғой. Бұл сөзден кейін Алия үнсіз қалды. Айтар ештеңе жоқ еді. Аян есікке қарай жүрді. Әр қадамы ауыр. Бірақ ол тоқтамады. Аян, деді Алия ақырын ғана. Ол тоқтады. Бірақ бұрылмады. Бізде әлі мүмкіндік бар. Ұзақ үнсіздік. Сосын. Жоқ, деді Аян. Бұл жоқ тыныш шықты. Бірақ өте нақты. Неге? Аян көзін жұмды. Себебі мен енді қай сәттің шын болғанын білмеймін. Ол есікті ашты. Ал мен өтіріктің ішінде өмір сүргім келмейді. Есік жабылды. Дыбыс тым қатты шыққандай болды. Бірақ одан да қаттысы ішіндегі бос кеңістік еді. Алия орнында тұр. Қозғалмай. Уақыт тоқтап қалғандай. Сосын жайлап отырды. Қолын бетіне қойды. Көз жасы тоқтамайды. Бірақ бұл жолы бәрі шынайы. Ол ақырын ғана сыбырлады. Мен сені шынымен сүйдім. Бірақ бұл сөзді енді ешкім естімейді. Ал сыртта өмір жалғасып жатыр. Біреулер кездесіп жатыр.
Біреулер айырылысып жатыр. Ал кейбіреулер махаббатын тым кеш түсінеді.